Ахмет Байтұрсынов кім деген сұраққа осы әрбір сөйлемнің тұсына мына жерге әнші ма, күйші ма, кім деген сұраққа мына жаққа жазасыздар. Алтынбек Ахмет Байтұрсынұлы кім деген сұраққа қазір сөйлемдерді оқиға. Оқып шығыңыз, бір сөйлем тез-тез. Ол халықты оқуға шақырған, ағартушылық жұмыстар жүргізген. Қазақ ауылдарында орысша, қазақша мектеп ашып, балаға сабақ берген. ол кім? Ұстаз, әрине. Дәулет оқиға екінші сөйлем жоқ. Байтұрсынұлы қазақ балалары үшін оқу құралы 1912 жылы, тіл құралы 1914 жылы әдебиет танытқыш Атты оқулықтар жазды. Оқулық жазса кім болады? Жазушы. Үшінші. Нұрас, оқы ғой үшінші сөйлемді. Құранда? Араб әріптерінің негізінде қазақ алфавитін жасады. Ол кім? Алфавит жасады. Кім болады? Лингвист және ғалым десек болады, иә? Өлеңдерінің авторы дейді. Яғни Ахмет Байтұрсынов кім? Ақын, авторы. Иә, Дәулет. 1909 жылы деген 1999 жылы Жыртқызал деген атпен үлкен жинақ шығарды. Сонда Ахмет Байтұрсынов кім болды? Мына жерде ақын дедік, лингвист дедік, ғалым дедік, жазушы дедік. Ал Крыловтан Пушкиннен мысал қолданса кім болады? Кім болады? Расыл? Орысшадан қазақшаға аударса? аудармашы. Тамаша. Дұрыс па? Дұрыс, иә? Алаш ордасына мүше болған. Расыл оқыды ғой, қазақ әліпбиінің негізін қалаушы деп, иә?